Балқаш қаласы білім бөлімінің Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 7 мектеп гимназиясы. Бастауыш сынып мұғалімі Малтабарова Нина Караловна. Сәлеметсіздер ме балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі адамдардың өмірі қалай өзгерді. Бүгінгі сабағымызда сендер ежелгі адамдардың тамақтану түрі неге және қалай өзгергенін білесіңдер. Ежелгі адамның тамақ мәзірін құрастыруды үйренесіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын адамзат тарихында ең алғашқы және ұзаққа созылған дәуір палеолит. Палеолит дәуірінде ежелгі адамдар тастан қарапайым еңбек құралдарын жасауды ойлап тапты. Олар аң аулап, жыртқыштардан қорғану үшін тобырға бірікті. Сондай-ақ бұл дәуірде адамдар отты игеруді үйренді. Ежелгі адамдардың алғашқы кәсібі не болды? Ежелгі адамдардың алғашқы кәсібі аң аулап, терімшілікпен айналысу болды. Адамдар тобыры бірте-бірте туысқандық ұжымға бірігіп, рулық қауым қалыптасты. Мезолит дәуірінде қандай өзгерістер болды? Мезолит дәуірінде жануарлар мен өсімдіктер әлемі толықтай өзгерді. Бұл дәуірде мамонт сынды үлкен ірі аңдардың орнына жылдам жүгіретін аңдар пайда болды. Адамдар жылдам жүгіретін аңдарды аулау үшін садақ пен жебені ойлап тапты. Микролиттер пайда болды. Мезолиттен кейін қандай кезең келді? Мезолиттен кейін неолит, жаңа тас ғасыры келді. Бұл дәуірде тасты өңдеу тәсілі одан әрі жетілді. Неолиттің басты жаңалығы мал шаруашылығы мен егіншіліктің пайда болуы. Сонымен бірге неолитте саз балшықтан ыдыс жасау пайда болды. Ыдыстың сыртына геометриялық өрнектер салынды. Өндіруші шаруашылық пайда болып, еңбек өнімділігі өсе түсті. Неолит кезеңімен аса ұзаққа созылған тас дәуірі аяқталды. Балалар, ашық микрофон әдісі арқылы нені түсінгенімізді сұрақ-жауап арқылы жауап берейік. Ежелгі адамдар нені қорек етті? Олар қалай тамақ тауып жеді? Алғашқы еңбек құралын ата, отты қалай тауып үйренді? Адамдардың өмірі жалпы қалай өзгерді? Алғашқы адамдар жеуге жарамды шөп тамырларын қазып, құс жұмыртқасын жинап, ағаш бұта басында өсіп тұрған әртүрлі жеміс-жидектер теріп жеді. Күнкөрістің мұндай түрі терімшілік деп аталды. Сонымен қатар алғашқы қауымдағы адамдар аң аулаумен де айналысқан. Олар негізінен зіл, бизон, марал және үңгір аюларын аулады. Олардың негізгі еңбек құралы шапқы деп аталды. Шапқының көмегімен өсімдік тамырларын қазып, аю терісін союды үйренді. Ежелгі адамдар азық табу мен жабайы жануарлардан қорғану үшін тобыр болып өмір сүрген. Олар өздеріне баспана ретінде табиғи үңгірлерді пайдаланды. Тобыр құру аң аулауда қатал табиғат жағдайында өмір сүруге жеңілдік жасады. Ежелгі адамдар әуелде қолдан баспана жасауды, тамақ пісіруді білмеді. Олардың тұңғыш баспанасы үңгір болған. Ежелгі адамдар найзағайдың түсуінен жанған ағаштың отын пайдаланып, оны өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Олар жанған отты жанын сала қорғады, өйткені отты өшіріп алу зор қауіп төндірді. Адамдар тасты тасқа ұру арқылы және де ағашты бір-біріне үйкелеп, қыздырған, мүкке ұсақ жаңқаға білтені тұтату арқылы отты жағуды үйренді. Отпен адамдар жылынып, жыртқыш аңдардан қорғанды, ас пісіріп, қыштан жасалған ыдыстарды от мүмкіндігін ашты. Бірақ бұлай бола бермеді. Жер бетін мұздықтар басты, ауа райы салқындаған дәуір кезінде зілдер жойылып кетті. Кейін мұздықтан босап, жер бетінде өзен көлдер пайда бола бастады. Адамдар жылдам жүгіретін аң мен құстарды қуып жете алмады. Сондықтан садақ пен жебені жасады. Найзамен түйреп балық аулауды үйренді. Ұстаған аңдардың терісінен киім тікті. Ал енді балалар оқулықпен жұмыс жасайық. Сіздер қазір оттың адам өміріне қандай пайдасы болғанын айтасыздар.
Жарайсыңдар балалар. Енді ойымызды дәлдестіріп көрейік. Я балалар, от адамға жылу, жарық берумен қатар тамақ пісіруді, саз балшықтан ыдыс жасауды және де жабайы аңдардан қорғануға мүмкіншілік ашты. Енді балалар дәптермен жұмыс жасайық. Сабағымызды қалай түсінгендеріңді пайымдауды оқу арқылы я немесе жоқ деген жауап жазып бересіздер. Ежелгі адамдар бастапқыда шикі тамақты қорек етті. Тамаша. Адамдар от ұшқынын шығару үшін тастарды бір-біріне ұрып, ағаш таяқшаларын бір-біріне үйкеу қажет екенін түсінді. Жақсы. Ежелгі адамдар асты қыш ыдыстарға салып отқа пісірді. Тамаша. Зілді аулау үшін адамдар садақ пен жебе ойлап тапты. Өте жақсы. Ежелгі адамдар өзендер мен көлдерді қайықпен жүзіп өтті. Тамаша балалар. Өте жақсы. Ежелгі адамдар ас мәзіріне нені қолданды деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыздар. Балықты, жаңғақты, жидектерді, етті, тамыр түйінділерін, саңырауқұлақтарды пайдаланды. Өте жақсы. Я балалар, ежелгі адамдардың ас мәзірі қазіргі адамдардың ас мәзіріне ұқсайды. Бірақ та қазіргі адамдардың ас мәзіріне зиянды тағамдар да қосылып кетті. Сондықтан біз баяғы ата-бабаларымыз сияқты денсаулығымыз мықты болсын десек, тек табиғи тағамдарды ас мәзіріне пайдаланайық. Сабағымызды қорыта келе, бүгін біз сіздермен ежелгі адамдардың тамақтану түрі неге және қалай өзгергенін білдік. Ежелгі адамдардың тамақ мәзірін құрастыруды үйрендік. Назарларыңызға рахмет.